Сәлем достар! Сіздермен мен Таңнұр және мен Шолпан. Бүгін біз түрік халқының майлы тамақпен жейтін жәшікті жасайтын боламыз, достар. Оның ингредиенттері біздің анамыз шеф-повар. Біз оған қол қабыс жасаймыз. Міне бізге керек заттар: қияр, айран, сарымсақ. Бұл салат негізінде 20 адамға жасалынады. Сондықтан үйлеріңізде неше адам бар, сонша жасаңыздар. Мен мына қиярды Таңнұрға кесіп беріп отырамын. Ол естиді. Мен төртіден өткізіп отырамын, достар. Осылайша салаттай, осылайынан барлық қиярларымызды істеп шығамыз. Сосын чеснокты Сіздер өз қалауларыңызбен қанша қияр қалайсыздар, қанша үйлеріңізде адам бар, сонша қиярмен, сонша өздеріңіз адам бар, соларын да салуға болады. Бұның аты қандай? Жәшік деп аталады бұл салаттың аты. Түрік асханасынан Түрік алынған. асханасынан алынған. Көп адамға біз жасайын деп жатыр. Қанша адам сіздердің жасайын? 20. 20 адам. 20 адамға жасайын деп жатыр, сондықтан көп қияр қажет бізге. Так что біз стараемся, лайк, подписканы басып. А вам сложно, а нам приятно. Бастаймыз. Так, бізбен бірге болыңыздар, не отвлекайтесь. Қауіпсіздікті айтып кет, Таңнұр. Достар, сіздер балаларыңызға мынандай затпен абай болуды үйретіңіздер. Өйткені былайна істеп жатқан кезде бұл қолдарыңызды кесіп кетуі де мүмкін, достар. И потом қауіпсіздік ережесін сақтап, үлкен адамдардың көмегімен істеңдер, балалар. Өздері істесеңдер қауіпті жағдай көп болады. Пышақпен да осторожно болу керек. Мынандай теркімен да. Ол теркімен не жасаймыз? Қытай теркін көрсете ала. Қытай теркі, ортасындағыны ашып аламыз да, қойып, сарымсақты бүйтіп басамыз. Қазір, ана бетімен. Сарымсақты бірінші тазалап алады. Қазір Шолпан айт. Сосын ортасынан өткізіп береді. Ал қане іске кірісейік. Таңнұр өткізіп жатыр. Шолпан айт тазалап жатыр. Бәрекелді. Сосын достар, айтпақшыдай, бұл қатықты ашқатқан кезде қолдарыңыз су болмауы керек. Бұл тайып кетіп, бүкіл қатықтарыңыз зіра кетіп қалуы мүмкін, достар. Қолдарыңыз құрғақ, таза болуы керек, достар. Ең бастысы. Шолпан не істеп жатырмыз? Ол Шолпан мен сілемін сарымсақты ашып жатыр, да, Шолпан? Вот. Молодец. Еще не істеген кезде, ішінде қалып қойса, оны ата-анаңыздың көмегімен пышақпен не істеп шығарып жүрсін әйтпесе зіра қалып қояды. Жақсы. Так. Молодец. Қазір емес, бәрін ашып ал. Кәне. Шолпан бәрін ашып алады. Жарайсың, Таңнұр. Осы мен пышақпен алып білмеймін, бірақ қолмен ашқан жағдайлар нервыма кетші. Кәне. Ой, молодец, Таңнұр. Жақсы, сақтық шаралар. Кішкентай қалғанда былайына бүйтіп қатты істеп жүрмеңіздер, достар. Өйткені бүйтіп білмей қаласың, закончить еткені, потом қолдарыңызды бүйтіп кесіліп кетеді. Сол үшін де мынаны бүйтіп аламыз, кішкентай қалғанын бүйтіп істейміз. Чтобы қолдарыңызды кесіп кетпеу үшін, достар. Бәрекелді. Бұл ең басты ереже, достар. Осыны сақтамасаңыздар қауіп жағдай көп болады. Осыны сақтап істеңіздер, достар. Бәрекелді. Пышақпен да осторожно болыңыздар.